Альхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля, бәд. Соңғы айтқан дәрісіміз шейх Сафар Хавалидің сөзі болды. Біздің уақытта жалпы исламун әмрики деген нәрсе бар екендігі. Исламун әмрики деген мақсат айтқанымыздай, яғни Америка разы болған ислам. Және бізде исламун хақиқи бар. Исламун хақиқи бұл енді Аллах түсірген ислам діні. Аллах разы болатын ислам діні. Бұл исламда мақсат ең бірінші таухид, ақида. Мұсылман жүрегінде сондай бір сенім болу, яғни имансыздармен дос болмау, имансыздардан алыс болу, мұсылмандар шариатпен өмір сүрулері, Аллахтың жолында жихад қылулары, жерде таухидты орнатуға тырысулары, куфрмен, ширкпен күресулері. Міне осы хақиқи болған ислам, Аллах түсірген ислам, және Аллах разы болатын ислам, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алып келген ислам осы ислам еді. Ал ислам оны жаңағы әмрикиден мақсат Америка разы болатын ислам. Ол жаңағы ақидасыз болған бір ислам, құр құлшылық, құр дене, жүрексіз. Жүректе еш нәрсе жоқ. Жүректе ешқандай мықты бір таухид ақидасы жоқ. Бара ақидасы, күфр бит тағут ақидасы жоқ. Құр дене жұмыс істейді. Құлшылық қылады, қажылық қылады, тауаф қылады, умра қылады, мешіт салады, намаз оқиды, болды. Имансыздарды жек көрмейді, имансыздарға қарсы еш нәрсе қылмайды. Әрине бұндай исламнан енді Америка разы болатыны. Алла сақтасын. Жалпы енді шейхтің айтып тұрғаны исламун әмрики, исламун хақиқи деп, жалпы енді байқайтын нәрсеміз осы екендігі ғой. Енді жалпы Америка исламға қарсы болғанда ондай дәрежеде қарсы емес қой. Көріп тұрмыз ғой, мысалы Саудиямен дос, басқа да араб елдерімен дос. Бірақ та шарттары бар да. Яғни олар мысалы исламға қарсы болғанда мына мешіттерінде жабындар деп демейді ғой, мұсылман жеріне келіп. Жоқ, Трампқа бәрібір, жалпы христиандарға бәрібір, мешіттерге жұмыс істей берсін, құлшылықтарыңды қыла беріңдер. Бірақ та оның шарты болады. Менің шартым осы, міне. Бізді жек көретін, христиандарды жек көретін, жаңағы сол куфрмен күресетін, жерде сол шариат болуын қалайтын, міне осындай адамдарыңды өздерін қамаңдар дейді. Осындай шарт қоятындығы. Бәріміз көріп тұрғанымыз енді растан осы. Жақсы, жаңа шарттарға қатысты бірінші шарт. Трамп Ахмад аш-Шараға жаңа қылған шарттары. Бірінші сол енді Израиль мен Сирия қарым-қатынасын дұрыс ұстауы, солармен дос болып алуы, уәде етіп, соғыспаймыз деп, сендерге қарсы қорықпаңдар деп. Екіншіден жаңа боевиктерді ұстап беру, субханалла. Яғни қалып кеткен мужахид бауырларымыз, сол кезінде Сирияға көмекке барған мужахид бауырларымыз, соларды іздабайт ету. Енді бұл Ахмад аш-Шара деген адам, егер де енді Сирияда шариат болмаса, бұл адам президент болуымен, жаңағы қанун заңын қолдауымен, бұл адам енді мұртат болған адам. Бұның еш қиын жері жоқ. Мен шын айтсам, тіпті бұл Ахмад аш-Шара жөнінде жақсы ойда болған едім. Жаңа сол енді Башарды қуып шыққаннан кейін мен ойлаған едім, субханалла, бұл мүмкін бір біздің уақыттың бір Салахуддин ма екен деп. Себебі Аллах дінін тастап қоймайды ғой. Аллах өзі осындай бір адамдарды шығарып тұрады. Бұндай адам шығу керек та қашан болсын. Яғни Аллах мысалы ғалымдарды шығарып тұрады. Хақ ақидасы таралып тұруы үшін, жоғалып кетпеуі үшін. Және иншалла Аллах өзі осындай бір мықты бір мужахид адамды шығарады болашақта. Ислам дініне жеңіс әкелетін. Мен тіпті сондай бір жақсы ойда болып қалған едім. Осы мына Абу Мухаммад аль-Джаулани деген адам, Ахмад аш-Шара. Осы ма екен деп біздің уақыттың бір Салахуддині қайда, субханалла. Тыныш өмір қалап, президент болды. Енді Сирияда шариат жоқ болса, бұл енді кәфір деген сөз. Себебі бізде президент деген бұл кәфір деген сөздің синонимі. Біздің ақидаға қарай адам мұсылман болып тұрып президент болуы мүмкін емес. Егер ол елде шариат болмаса. Және ол ел мысалы кәфірлермен дос болса, неше түрлі келісімдері болса. Міне бұл адам уже осы нәрсеге түсіп жатыр. Егер енді Сирияда енді шариат болмаса, бұл осыған дейін де енді кәфір болып кеткендігі. Президент болуымен қанун заңына, өз жерінде қанун заңына амал етілуге разы болуымен бұл адам кәфір болған адам. Ал енді мына шарттарға амал қылса, Алла сақтасын, бұл енді тағы да бірнеше рет кәфір болады. Мысалы, боевиктерді ұстап беру, егер растан ол тыныш өмір қалап, халқын ойлап, Американың разылығын қалап, растан ол жердегі мұсылман бауырларымызды, мужахид бауырларымызды, кезінде сол Сирия халқына субханалла көмекке келген бауырларымызды ұстап беретін болса, ла шак бұл адам мұртат, тағут адам екендігі. Яғни бұл такфир мәселелері ондай қиын емес. Кез келген адам, кім болса да. Біз тек Саудия жөнінде сөйлей бермейміз, жоқ. Сирия болсын, мұна Ахмад аш-Шара болсын, кім болсын. Осылай қылатын болса, ол адам мұртат екендігі. Одан кейін жаңа палестиналық бауырларымызды тоже енді іздавайт ету, депорт қылу.
ла шак бұл енді анық ридда екендігі. Бұл яғни исламға қарсы соғысу. Яғни Америка исламға қарсы соғысып жатыр, ал бұлар болса сол нәрседе енді көмектесіп жатыр Америкаға. Одан кейін жаңа пункт мысалы мына егеуге қарсы соғысу. Біз енді мен өзім жалпы енді егешті қолдамаған болсам да, бірақ та бұл пункттың өзі маған анық ридда болып көрініп тұр. Себебі бұл жерде егештен мақсат тек егеш емес, егеш жамааты емес, жаңа егел жамааты емес. Бұл пункттен мақсат кез келген тіпті мысалы болашақта пайда болатын бір жамаат. Мысалы егел толықтай жоғалып кетіп, оның орнына болашақта Шам жерінде жаңа бір жамаат шығатын болса, шариат үшін соғысамыз деп, міне осындай жамаат мақсат екендігі бұл пунктпен. Кез келген яғни жамаат. Жалпы енді егешті біз жаңа кейбір нәрселерді қолдамағанымызбен, бірақ та жалпы жақсы сипаттары көп болды ғой. Енді сол жаңағы жихад қылулары, шариат үшін жихад қылулары, сол сияқты енді кейін бір тағы сондай бір жамаат шықса, егеш сияқты енді кішкене қатты кетпеген таза біздің бауырларымыз, сөйтіп олар жиналып шариат үшін соғысамыз десе, жалпы осындай жамаат мақсат екендігі бұл пунктпен. Кез келген жамаат, тіпті қазір жоқ болсын, ол болашақта шықсын, бәрібір. Сирия үкіметі осындай жамаатпен күресу керек болып қалады. Американы разы қылу үшін, осы шарттарға амал қылу үшін. Немесе бұндай жамаатпен күресу жалпы мына осыған дейінгі пунктқа да кіретіндігі, жаңа сол боевиктерді сдавать ету. Болашақта енді тағы сондай бір адамдар шығып жатса, олармен де күресетіндігі, қамайды, сдавать етеді. Бұл енді анық ридда. Айтқандай бұл тек енді Сирия емес қой, жалпы Саудия бұған қаншама жылдан бері амал қылып жатыр. Басқа да араб елдері бәрі бұған амал етеді. Жаңағы терроризмге қарсы күрес деген нәрсеге. Ал бұл терроризмнен мақсат исламын хақиқи еді. Аллах түсірген ислам діні. Ал бұлар сонда не үшін соғысып жатыр? Исламын Америка үшін соғысып жатыр. Жаңағы сол қожайындары Америка разы болатын ислам үшін соғысып жатқан адамдар. Аллах түсірген ислам діні үшін емес. Аллах разы болатын ислам діні үшін емес, Америка разы болатын ислам діні үшін соғысып жатқан адамдар. Бұл енді айтқанымыз әлем деңгейіндегі болған бір маулатыр куффар, яғни елдердің арасындағы келісім. Мысалы христиан елдері, Америка, мысалы араб елдерімен дос болғанда міндетті түрде бір келісімдер болатындығы. Тектен тек Америка ешкіммен дос болмайды. Араб елдерімен, тем более мұсылман елдерімен. Егер де бір христиан елі Америка сияқты араб елдерімен дос болып жатса, демек ол араб елі Американың разылығын алды деген сөз. Міндетті түрде бір шарттар болады. Айтқандай, бұл шарттар қысқаша енді хақиқи болған исламмен күресу. Хақиқи исламнан мақсат жаңағы дедік сол. Көфір бит тағут, таухид мәселелері, иманстарды жек көру, христиандар жек көру, әлемдегі мұсылмандарға көмекке бару, жихад қылу, оларды қорғап соғысу, жерде шариат болуын қалау. Міне осы хақиқи ислам. Америка болса бұндай исламға разы емес. Сондықтан да егер де Америка бір араб елімен келісім қылса, дос болса, немесе қанша жылдан бері уже дос болып жүрген болса, демек ол сол араб елі Американың разылығына жетті деген сөз. Разылығын алды, Американың батасын алды. Және жаңағыдай ойласақ та болады, қателеспеген боламыз ойымызда. Егер де қай бір араб елі Америкамен өте қатты дос болса, мысалы бұл енді араб елі Саудия. Бірде бір араб елі жоқ шығар, Америкамен қатты дос, кәдімгідей жан дос болып кеткен, жаңағы Саудия сияқты. Америкамен кәдімгідей жан дос, қанша жылдан бері. Бұл не нәрсеге дәлел болады? Америка енді одан разы екенінде, әрине. Американы өзі де оны қатты ұнатады, қатты жақсы көреді. Баласы сияқты, інісі сияқты. Және бұл не нәрсеге дәлел болады? Осы ел жаңағы шарттарға ең мықты амал қылатын ел екендігіне дәлел болады. Жаңағы шарттар, хақиқи исламмен күресу, жихади ақидан сонатын адамдарды қамау, жихади ақидан сонатын жаңа таухид ақидасын баяндайтын ғалымдарды қамау. Растан осы біз көріп тұрғанымыз. Саудия Американың бұл бұйрығына, бұл келісімге өте бір мықты, күшті, әдемі амал қылып жатқан ел қанша жылдан бері. Және бұл маулат куфарға қатысты жаңағыны бір байқасақ болады. Мысалы енді Америка Сирияны кешіруін талап еткен Саудия ғой. Яғни жалпы шафаат қылған. Американың алдында Сирия елі үшін шафаат қылған Саудия елі. Яғни кешіршейші деп. Немесе тіпті тек Саудия емес, жалпы Туркияда шафаат қылған. Трамптың өзі солай айтады ғой. Туркия мен Саудия деп. Екеуі шафаат қылған. Американың алдында Сирия елі үшін. Кешірсең жақсы болар еді деп, кешірсейші деп. Сөйтіп Америка кешірді. Енді не болды?
Саудия енді Сирияны өзіне байлап алды. Саудия енді Американың алдында шафаат қылды ғой, көмектесті Сирия халқына, Сирия еліне, Ахмад аш-Шараға. Енді болды. Ахмад аш-Шара Саудияға қарсы шыға алмайды. Саудиямен байланып қалды. Сөйтіп, Ахмад аш-Шара жалпы Сирия сол Саудия арқылы Америкамен де байланып қалды. Субханалла, жағдай өте қиын екендігі. Адам бұндай нәрсеге түспеу үшін вообще мүлдем алыс жүру керек қой. Ахмад аш-Шара Саудияға да жақындамау керек еді. Түсінікті, адам Саудияға жақындаса, ол енді Америкаға да жақындайтындығы. Бұл енді көріп тұрғанымыздай бір әлем деңгейіндегі муалятул куффар, жалпы адамдар, жалпы елдер муалятул куффарға қалай түсетіндігі. Яғни Ахмад аш-Шара жаңа ғана президент. Жақында ғана президент болған адам да, оны өзі де көріп жатыр қалай екенін. Адамдар муалятул куффарға қалай түсетінін. Жаңағы сол енді. Саудиямен дос болу керек, Саудия арқылы Америкамен дос болады, басқаша болмайды. Ешкім егер де қай бір ел енді жақсы бір тыныш өмір қаласа, ол міндетті түрде Америкамен дос болу керектігі. Ал енді Америкамен дос болайын десе, Америка ол елмен тектен тек дос болмайды ғой. Оның обязательно шарттары болады. Сол шарттар енді ең маңыздысы айтқанымыздай осы бір шарттар. Терроризмге қарсы күресу. Америка енді өзі христиан ел ғой. Сондықтан олар енді ұнатпайды да, араб елдерінде Американы жаңа жек көретін мұсылмандар болуын қаламайды. Сондай мұсылмандармен, христиандар жек көретін мұсылмандармен күресуді бұйырады Америка. Осыны шарт қылады. Енді бұған бір басқа мысал келтірсек болады. Бұл мысал енді әлем деңгейінде емес. Бәрі енді бір-біріне ұқсас. Бір айырмашылығы, бұл енді айтқанымыз жаңағы Сирия, Саудия, Америка мысалы. Бұл енді әлем деңгейінде. Қазір бір енді мысал келтірейік. Біздің ел болмай-ақ қойсын, жалпы кез келген елде бұл нәрсе болып тұрады. Яғни мысалы бір адам қай елден болсын бәрібір сол елдің үкіметіне енді жақындайтындығы, сол елдің КНБ-сіне жақындайды. Жаңағы мысалы Саудия кезінде Америкаға жақындағандай өздері қорқып болашақтарын ойлап, олар енді ойлады да, так біз, яғни біздің уақытта ең мықты ел қай ел? Кіммен дос болуымыз керек? Кімнің разылығын біз табуымыз керек? Болашағымыз жарқын болу үшін, тыныш болу үшін. Америка. Сөйтіп олар Америкамен дос бола бастады. Қанша жылдан бері оларға жаңа бірнеше миллиард ақша беріп, разылықтарын тауып. Әлі күнге шейін солай. Сол сияқты енді бұның бір мысалы, біздің елде мысалы бір өзін мұсылман дейтін адам болашағы үшін қорқып, тыныш өмір қалап, КНБ-мен дос болып кетуі мүмкін. Яғни болашақта енді қамалып кетпейін деп, әйелін, бала-шағасын ойлап, тыныш өмір қалап, осындай бір нәрсеге енді барады. КНБ-мен өзі барып дос бола бастайды. Айтады, қандай қызмет дейді менен, не істейін сендер менен разы болуларың үшін. Бәріне дайынмын. Тек болашақта маған тиіспеңдерші, қамамаңдаршы деп мені. Сөйтіп оған енді жұмыс істей бастайды. Немесе КНБ өзі біреуді байлап алуы мүмкін. Мысал айтайық. Енді мен бұны мысал ретінде айтып жатырмын, негізінде бұл болған нәрселер. Бұндай нәрсені мен бір рет емес, бірнеше рет естігенмін. Бұл болып тұрады. Муалятул куффарға адамдар түсіп тұрады. Айтайық мысалы, біреуге көмек керек болады, сөйтіп КНБ оған көмектеседі. Сөйтіп болды енді, оның проблемасын шешіп берді, ол көмектесті ғой. Сөйтіп КНБ енді оны байлап алады өзіне. Жаңағы адам енді болды, байланып қалды. Жаңағы Сирия мысалы Саудиямен байланып қалғандай, немесе жаңа Сирия Саудия арқылы Америкамен байланып қалғандай, жаңағы бір адам, біздің елде бір қаланың адамы мысалы сол жердің КНБ-сімен солай байланып қалғандығы. КНБ оған көмектесті, сөйтіп болды енді, ол адам оларға қарсы шыға алмайды. Сөйтіп уақыт өтумен енді жаңағы адам КНБ-мен дос қой, қанша уақыттан бері, олардың алдында бір абыройы бар, дәрежесі бар. Жаңағы Саудияның, Американың алдында бір мықты бір дәрежесі болғандай, кейбір адамның мысалы КНБ-ның алдында дәрежесі болады. Қанша жылдан бері солардың қызметінде жүрген адам. Құлақ болып. Сөйтіп ол адам мысалы басқа адамды тартуы мүмкін. Мынау менің досым деп, бұл да жақсы адам деп, бұл да сол сендермен дос болғысы келеді деп. Сөйтіп ондай адамдар көбейе береді. Алла сақтасын, бұндай адам тіпті мысалы дағуатшылар болуы мүмкін. Қарапайым мұсылман емес, дағуатшылар. Айтайық мысалы біздің елде біреу дағуат қылғысы келеді. Сөйтіп тыныш бір дағуат қылғысы келеді, сотталып кетпей, сөйтіп заранее енді КНБ-мен келіседі. Маған тиіспеңдерші, мен сендерге қызмет қыламын, дағуат қылайын деп едім, сабақ берейін деп едім. Жаңа сол Саудия Америкамен дос болғандай. Бұл солай барып тұр дос болайық деп. Америка енді араб елдерімен тектен тек дос болмайды, обязательно шарттары болады. Сол сияқты жаңа КНБ-ның оған енді шарттары болады. Ол шарттардың біріншісі әрине жаңағыдай бір жихади ақидаға ол қарсы сөйлеуі. Айтады, жақсы, біз саған тиіспейміз, керісінше көмектесеміз дағуат қылу үшін. Қолдаймыз сені. Бірақ та сен главное осындай жихад, осындай ақидамен күрес дейді. Жихади ақидамен күрес. Осыған қарсы сөйле. Және осы ақиданы кім баяндап жатыр, соларға қарсы сөйле дейді. Адамдарды қайтарып одан тыңдамаңдар деп оны, ол адасқан деп. Алла сақтасын, енді осылай болып тұратындығы. Бұған адам түспеу үшін мүлдем жақындамау керек еді имансыздарға. Ал неге енді адамдар бұл нәрсеге түседі?
біздің уақытта немесе кейбір бауырлар. Себебі көп бауырлар, субханалла, маулядыр куффарға көңіл бөлмейді. Маулядыр куффар мәселесіне көңіл бөлмейді. Бұған қатысты бір кітаптар оқып, мысалы, көбі жаңағы әл-ұзр бил жахил мәселесіне қатты қызығады, болды. Ал маулядыр куффарға көңіл бөлмейді. Болмайтындығы, имансыздармен дос болуға, олармен связьда болып тұру, оларға бір отчет беріп тұру. Тіпті мысалы адам дейтін елде емес, басқа елде жүрген болуы мүмкін, бірақ сонда да ол КМБ-мен связін үзбейді, отчет беріп тұрады. Мысалы мысырда оқуда жүрген болуы мүмкін, айтады, иә жақсы деп бәрімен де, ешқайда кетпеймін, қорықпаңдар, кетіп қалмаймын ешқайда, қайтып келемін деп, иә қорықпаңдар. Бұл нәрсе не керек мысалы? Немесе біреулер дағуат қылуы мүмкін, тоже КМБ-мен сол связьда болып, солардың бір разылығын алып, солардың бір батасын алып. Бұл не деген дағуат? Бұл не дағуат вообще? КМБ-мен бір дос болып қылынатын дағуат. Біреулер мүмкін жаңағы бір сулхты дәлел келтіруі, пайғамбар саллаллаху алейхи сол Мекке мүшриктермен сулх қылғандығы. Шын айтсам, мен бұны мүлдем вообще түсінбеймін. Түсінер едім, егер де мысалы бір елде сол жердегі мұсылмандар мықты бір күшке жетіп, сол елдің жартысын жихад қылу арқылы күшпен сол елдің жартысын алып қойған болса, немесе өздері сол елден шығып кетіп, көршілес тұрған елді басып алып, одан кейін сулх қылса. Енді пайғамбар солай қылмады ма? Пайғамбар Меккеде әлсіз болған кезде қылмады ғой сулхты, Меккеде өзі тұрған кезде. Пайғамбар Меккеде тұрып мүшриктермен сулх қылмады ғой. Пайғамбар Меккеден шығып кетіп, Мединаға хижра қылып, Мединада мықты бір күшке жетіп, одан кейін мүшриктермен наравне болған кезде күші, сол кезде бір сулх қылынды. Иә, ол сулхтың кейбір шарттары мұсылмандарға енді бір қарсы болғанымен, бірақ та пайғамбар болғаннан кейін уахимен енді білді осының өзінде болашақта бір қайыр болатынын. Ал бізде қайдағы сулх, мысалы, адам елде тұрады, сөйтіп өзінше ойлайды, мен сулх қылып жатырмын деп. Бұл сулх емес, сен просто оларға жұмыс істеп жатқан адамсың. Олар сенен қорықпайды. Сен ешқандай күшің жоқ, олар сенен қорқатындай. Сен просто оларға көмектесіп жатқан адамсың өз еркіңмен. Сулх айтқандай, сулх болар еді егерде бір наравне болғанда. Мұсылмандардың күші бар, имансыздар олардан қорқады. Яғни адам сақ болу керек, маулядыр куффардан сақ болу керек. Адам маулядыр куффарға түспеу үшін барынша осы маулядыр куффар мәселесіне көңіл бөліп жүру керек. Көңіл бөлмесе, ол қашан болсын осыған түсіп қалуы мүмкін. Жалпы мен соңғы кезде бір байқаған нәрсем, кейбір енді естіген нәрселерім, білмеймін, Алла сақтасын. Көп бауырлар осы джихади ақидаға көңіл бөлмегеннен кейін, маулядыр куффар ақидасына көңіл бөлмегеннен кейін, бұл қарапайым нәрсе болып қалған сияқты көп адам үшін. КМБ-мен яғни связьда болып тұру, оларға айтып жүру, не қылып жатқанын, не қылатынын, пландарын. Не керек бұл нәрсе? Толықтай связьді үзсе болады ғой. Бірақ та адам үзбейді. Неге? Босқа да жаңағыдай бір қорқыныш бар, мүмкін елге қайтып кетемін деген сияқты. Так что не болса да связь үзбеуім керек, болашақта может олар маған көмектесіп қалады, қиналып қалып жатсам деген сияқты. Білмеймін енді, субханалла. Таухидқа, жалпы ақидаға шақыру, дағуат қылу бұлай қылынбаса керек, яғни имансыздардың разылығын алып, имансыздардың яғни рұқсатын алып, бұлай қылынбаса керек. Адам имансыздардан толықтай ажырап қылады ғой дағуатты. Олармен ешқандай связі болмай, ешқандай бір келісімдер болмай араларында. Енді не болса да бауырлар, сақ болулар керек. Бұл өте қауіпті болған мәселе. Маулядыр куффар, яғни адам байқамай мысалы маулядыр куффарға түсіп қалуы. Адам маулядыр куффарға түспеу үшін оның ешқандай бір связі болмау керек, КМБ-мен алыс жүру керек. Біреулер енді мысалы бір қорыққаннан КМБ-мен өзі бір связьда болып тұруы мүмкін, соларға қызмет қылып. Біреулер сол бір тыныш өмір қалап, болашақта мазаламасын деп мені олар қызмет қылуы мүмкін. Бұл да енді сол қорқуға кіреді. Ал біреулер болса растан мүмкін бір дини бір маслаха үшін өзінше, яғни солай ойлауы мүмкін. Мен елде жақсы бір дағуат қылуым үшін, дағуаттың бір пайдалы болуы үшін, таралуы үшін, көп адамдар бұны естуі үшін, көп пайдасы болуы үшін мен КМБ-мен сулх қылайын деп, мысалы, солармен бір келісейінші деп. Алла сақтасын, бұл енді шайтанның бір уасуасы ғой. Шайтан адамды жайлап адастырып жатыр. Себебі адам енді КМБ-мен бір байланса болды, одан кейін оны жібермейді. Одан кейін тіпті Алла сақтасын, жаңағыдай жағдайда болып қалуы мүмкін ғой. Адам КМБ-ге мысалы барған кезде біреулер дінге тіл тигізуі мүмкін, немесе дінді біреулер мазақ қылуы мүмкін, бір аяттарды мысалы мазақ қылуы мүмкін, немесе біздің таухид ақиданы мазақ қылуы мүмкін біреулер. Сол кезде жаңағы адам енді ол өз еркімен соған барды ғой, келісімді бәрі сол өз еркімен қылды. Оны ешкім күштеп әкеліп қойған жоқ ол жерге. Енді адам өз еркімен сондай бір жерде отыруы, дінге жаңағыдай мазақ қылынып жатқан жерде, бұл болмайды да. Бұндай кезде адам мұртат болады. Себебі өзі кінәлі. Өз қалауымен олармен дос болып кетті.
ол оларға айта алмайды күлмеңдер деп дінге. Себебі енді күші жоқ, одан ешкім қорықпайды, бұл ешқандай сулх емес, ол просто оларға қызмет қылып жатқан адам. Алла сақтасын. Қарапайым мұсылмандар енді сақ болу керек, ал білім жолында жүрген адамдар бір 10 есе сақ болу керек деп ойлаймын. Себебі білім жолында жүрген адамдар, оларды енді мысалы тыңдайды ғой елде адамдар. Бір адамды мысалы аз дегенде 1000 адам тыңдауы мүмкін. Әрине КМБ-ге бұл өте тиімді екендігі осындай адамды байлап алу. Себебі ол осы адам арқылы жаңа 1000 адамды басқара алады. Осы адамды байлап алады да айтады, жихадқа қарсы сөйле дейді. Сөйтіп оны 1000 адам тыңдайды аз дегенде. Бәрі жихадқа қарсы болып кетеді мысалы. Яғни адам білімі көбеюімен, жалпы білім жолында жүрген жылдары көбеюімен жауапкершілікті көбейетіндігі, дін алдындағы жауапкершілік. Болашақта сатқын болып кетпеу, тыныш өмір қалап, қорқып немесе кімбімен дос болып кетіп, молаты куффарға түсіп, Алла сақтасын. Жақсы, осымен бітірейін бұл записті. Бұл 2 запис сонда кішкене бір мұқаддима болды жаңа кітапқа. Жалпы жаңа әлемде болып жатқан жағдайлар, жаңалықтар. Иншалла енді бұл мәселелерді әлі де айтармыз. Жаңа кітапты оқыған кезде сөзден сөз шығып, тағы да кейбір мәселелерді қайталап отырармыз. Валлаху а'лам.